Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағынан 88-ші сабақ бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығарамыз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығардым. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Әріпті жауаптарды көрсетілген ретпен қойып, сөздерді оқы. 420 мың бөлінген 700. Бұл есептерді ауызша шығаруға да болады. 2 нолын қысқартып тастаймыз. 42-ні 7-ге бөлеміз. 6. Мына жерде 2 нолы қалды. 6-ны соңына тіркейміз, сонда 600 болады. 350 мыңды 700-ге бөлеміз. 2 нолын қысқартып жібереміз. 35-ті 7-ге бөлеміз. 5. Мұнда 2 нолы қалды. Соңына тіркеп жазамыз. Сонда ш деген әріп. 500-дің астына ш деп жазамыз. Қалған тапсырмаларды осылай орындаймыз. Сонда әріптерді орналастырсақ, бізде көшкін деген сөз шығады. Екінші тапсырма. Екі дененің қозғалыс сызбаларына қара. Олар нені білдіретінін және формулаларды түсіндір. Бірінші сызбада қуып жету қозғалысы берілген. Жылдамдықтары бағыттас. Жылдамдықтары бағыттас болса, V1-ден V жақындау жылдамдығы тең болады. Бірінші жылдамдықта пен екінші жылдамдық. Бір-біріне қарама-қарсы келеді. Ол кезде V жақындау жылдамдығы екі жылдамдықтың қосындысына тең болады. Үшінші сызбада бірінен бірі қарама-қарсы екі бағыттағы қозғалыс. Екеуі бір нүктеде тұрады. Қарама-қарсы жаққа кетеді. Алдыңғы есептегіде жылдамдықтары қарама-қарсы, сондықтан олардың жылдамдықтары қосылады. Алдағы уақытта осыған байланысты есептер келсе, осы төмендегі үш формуланы қолданамыз. Үшінші тапсырма. Мотоциклшілердің арасы 50 км, біріншісі 40 км бөлінген сағат, екіншісі 50 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалады. Қанша уақыттан кейін екіншісі біріншісін қуып жетеді. Мұнда түсінікті болу үшін бізде сызба берілген. V2 50 км бөлінген сағат, V1 40, екеуінің арақашықтығы 50. Қанша уақытта қуып жететінін анықтаймыз. Уақытты анықтаймыз. Есептің шартын жазып шығамыз. Енді бірінші табатынымыз V жақындау жылдамдығы. Бірінші жылдамдықтан бірінші жылдамдықты азайтамыз. Сонда 10 метр бөлінген минут. Енді уақытты анықтаймыз. Т тең S бөлінген V жақындау жылдамдығы. 50-ді 10-ға бөлсек 5 сағат. Есептің жауабы екінші мотоциклшы бірінші мотоциклшыны 5 сағаттан кейін қуып жетеді. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Есепті теңдеу құрып шығар. Автокөлік пен автобустың арасы бізде 60 км. Мұна автокөліктің жылдамдығы 70 км бөлінген сағат, автобустікі 50 км бөлінген сағат. Егер олар дәл осындай жылдамдықпен қозғалса, автокөлік автобусты қанша сағаттан кейін қуып жетеді? Уақытты анықтаймыз. Бізде S тең V көбейтілген Т деген формула бар. Осы жерде бізде Т-ны анықтау қажет. Т-ны X деп белгілеп аламыз. V дегеніміз екеуі бір бағытта болған үшін жылдамдықтары азайтылады. 70 азайтылған 50. Тең S-іміз бізде құрылды. Есепті шығарайық. 70-тен 50-ді азайтамыз. 20 көбейтілген. X-ті табу үшін 60-ты 20-ға бөлеміз. 3. Енді орнына қойып тексерсек, 60 тең 60 теңдігіміз дұрыс орындалды. Есептің жауабы автокөлік автобусты 3 сағаттан кейін. Бесінші тапсырма. Кітапта бізде график берілген, сол графикке қарап отырып сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Арманның жолдың бастапқы 2 минутындағы жылдамдығын анықта дейді. Жылдамдықты анықтау формуласы V тең S бөлінген Т. 300-ді 2-ге бөлеміз 150. Сонда сұрақтың жауабы
Арманның жолдың бастапқы 2 минутындағы жылдамдығы 150 метр бөлінген минутқа тең екен. Екінші сұрақтың жауабы: келесі 3 минутта Арман не істеді? Келесі 3 минутта Арман тоқтап тұрды. Үшінші сұрақ: Әлия қозғалыста қанша уақыт кеш бастады? Графикке қарасақ, ол 5 минутқа кеш бастаған екен. Әлияның жолдың алғашқы минутындағы жылдамдығын анықта. Жылдамдықты анықтау формуласы арақашықтықты уақытқа бөлгенге тең. 500-ді 2-ге бөлеміз, 250. Келесі: қозғалыс сызығы неге 7 мен 12 минут аралығында уақыт өсімен параллель жүреді? Себебі Әлия мен Арман осы уақыт аралығында бір орында тоқтап тұрған. Соңында өздерің сұрақ құрастырыңдар деген бір сұрақ құрастырайық. Арман мен Әлияның 12 мен 17 минут аралығындағы қозғалыс жылдамдығы қандай дейді? Оны анықтау үшін 17-тен 12-ні азайтамыз, сонда 5 минут қалады. Арақашықтығы 500 метрге тең. Жылдамдығын анықтау үшін 500-ді 5-ге бөлеміз, 100 метр. Сонда Арман мен Әлияның 12 мен 17 минут аралығындағы қозғалыс жылдамдығы бірдей болған, яғни минутына 100 метр. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. 6-шы есеп. Жылыжайға 900 гүл отырғызылды. Оның 630-ы жұлдыз гүл, қалғандары қызғалдақ. Жұлдыз гүл әр жиекке 35 данадан, ал қызғалдақ 30 данадан отырғызылды. Барлығы неше жиек болды? Алдымен балалар есептің шартын жазып аламыз. Енді есепті шығарайық. 900-ден азайтамыз 630-ды, сонда 270. Бұл тапқанымыз біздің қызғалдақтың саны. Енді 630-ды 35-ке бөлеміз, 18. Бұл жұлдыз гүл егілген жиектердің саны. 270-ті 30-ға бөлеміз, 9. Қызғалдақ жиегінің саны. Енді 2 жиектердің санын қоссақ, 27. Есеп шықты. Жауабы барлығы 27 жиек болды. 7-ші тапсырма. Хауыздың 2 құбыры ашық тұр. Біреуінен су 50 метр куб бөлінген сағат жылдамдықпен құйылады, ал екіншісінен 40 метр куб бөлінген сағат жылдамдықпен сыртқа ағады. Мінекей, мына жақтан кіреді, мына тесігінен су сыртқа ағып шығады екен. 2 құбырды да ашқан кезде хауыздың іші бос болды. Қанша уақыттан кейін хауызда 270 метр куб су болады? Есептің шартын жазып аламыз. Шығару үшін 50-ден 40-ті азайтамыз. Сағатына 10 метр куб су құйылады екен. Енді 270-ті 10-ға бөлсек 27 сағат. Есептің жауабы 27 сағаттан кейін хауыздың іші 270 метр куб болады. Тапсырма орындалды. Келесі. 8-ші тапсырма. Емен мен теректе 26 құс қонып отыр. Теректен 6 құс ұшып кетті. Ал еменнен 4 құс теректе келіп қонады. Осыдан кейін екі ағаштағы құстардың саны бірдей болды. Бастапқыда ағаштардың әр қайсында қанша құстан қонып отырды? Барлығы 26 құс. Одан 6 құс ұшып кетсе, 20 құс бізде қалады. Енді 20-ны 2-ке бөлейік. 10. Бұны әр қайсысында деп есептесек, теңдеу құраламыз. X бізде теректегі құстардың саны, ол бізде белгісіз. Одан 6 құс ұшып кетеді, 4 құс келіп қонады. Онымыз мына жаңағы тапқанымыз. Енді теңдеуді шығарайық. X азайтылған 6 тең 10 азайтылған 4. Азайтсақ 6 болады. X-ті табу үшін 6-ға 6-ны қосамыз, 12. Бұл теректе отырған құстардың саны. Енді емендегі құстардың санын табу үшін барлығы бізде 26 құс болды ғой. Сол 26-тан 12-ні азайтамыз. Сонда 14 екен. Есептің жауабы теректе 12 құс, еменде 14 құс қонып отырды. Тапсырма орындалды. Келесі. 9-шы тапсырма. Қар басқан тегіс даламен сырғанауды бір бағытта бастаған екі шаңғышының арасы 700 метр. Артында келе жатқан шаңғышының жылдамдығы минутына 200 метр.
Егер алдыңғы шаңғышының жылдамдығы 150 метр бөлінген минут болса, екіншісі оны қанша уақыттан кейін қуып жетеді? Есептің шартын жазып аламыз, балалар. Бізде мұнда тұр, бір бағытта бастаған екі шаңғышы деп. Бір бағытта болса, жылдамдықтары азайтылады. 200-ден азайтамыз 150-ді, сонда 50 метр бөлінген минут болады. Уақытты анықтау үшін ара қашықтықты v жақындау жылдамдығына бөлеміз. 700-ді 50-ге бөлсек 14. Есептің жауабы 14 минуттан кейін қуып жетеді екен. Балалар, барлық 9 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.